Ел іші асыл қазына, алтын бесік. Атам қазақта, қасиетті халықта, салт көп, мұра жеткілікті. Олардың барлығы көзді бұлақ, қордалы кен. Тарих қойнауынан осы інжу жақұт бай мұраларымызды болашаққа ұлағаттап ұрпаққа жеткізу және қазіргі заман кәдесіне жарату ол біздің басты міндетіміз. Отбасы ошақ қасынан бастау алып, әлеуметтік өмірде руханият тауып жатқан бай мазмұнды кәделік жолдар мен ырым тиымдарымыз, салт дәстүрлеріміз өте көп. Олардың барлығы адамгершілікке, сыйластыққа, кісілікке және әдемілікке тәрбиелейді. Олар балаларға қатысты ырымдар, әйелдерге қатысты ырымдар және малға қатысты ырымдар, күнделікті тұрмыста барыс келісте кездесетін ырымдар, малға қатысты ырымдар және де табиғатқа қатысты ырымдар, ем-домға байланысты ырымдар, аң-құсқа байланысты ырымдар және де өлім-жітімге байланысты ырымдар деп көптеген топтарға бөлінеді. Бүгін мен сіздерге әйелдерге қатысты ырымдардың бір бөлігін айтып беретін боламын. Қазақ халқы қыз баланы ерекше құрметтеген. Қыз жат жұртық, қыздың жолы жеңіске, қыз ару, қыз болашақ ана және ұрпақ қыз арқылы өрбиді деп қыз баланы ерекше құрметтеген. Қыздың қабағында құт болады. Егер қыздың қабағы күрең десе, онда ел жұтқа шалдығады. Егер қыздың қабағы күлімдесе, елде құт болады. Қыздың жолы 40 кісінің жолын бөгейді. Қызды жылатқандар қырсықтан айырылмайды. Және де қызды қорлағандар 40 шақасынан айырылады. Қыз ақ-орданың шамшырағы. Сондықтан қыз балаға байланысты осындай ырымдарымыз көп. Қазақ халқы қыз баланы адамның бақытына балаған. Үйге қонақ болып келген қызды қазақ халқы төріне отырғызады. Қызда 40 көлік бақыт бар. Егер төрде отырса, осы бақыттың сарқыны төрде қалады. Ал қызда 40 қырсық та бар. Егер босағада отырса, осы қырсық босағада қалады деп ырымдайды. Қызда мұздай суық ызғар да бар. Егер босағада отырса, осы ызғар үйде қалады деп ырымдайды. Және қызда 40 сайтан да бар. Егер босағада отырса, осы сайтан үйде қалады деп ырымдайды. Мінекей қыздарға байланысты ырымдар. Ал енді жүкті әйелдерге байланысты ырымдарға тоқталатын болсақ, қазақ халқы әйел босанған кезде үйде ілулі тұрған дүниелердің барлығын алып тастайды. Сандықтардың, қаптардың аузы ашылады. Осылай болса, толғақ жеңіл болады. Және де жақсылық күтіп тұр, ақ тілекпен келе жатыр деген мағынаны білдіреді. Және де жүкті әйелдер шашын қимайды. Егер шашын қиса, ол бақ байланады. Және туылатын баланың бағы сөнеді, жаман ырым болады деп, осыны да қазақ халқы ырымдап айтып отырған. Және де жаңа түскен келін өзінің киім-кешектерін бет алды қысқартып қимаған. Егер бұлай істесе, онда іште жатқан бала туылғанда кемтар болады, немесе түсік болады деп жаман ырымға бағалаған. Қазақ халқы жүкті әйелдерге түйенің етін жегізбеген. Егер түйенің етін жесе, толғағы қатты болады және 12 ай бойы бала көтеріп жүреді деп ырымдаған. Және де жүкті әйелдерге құстың етін де жегізбеген. Егер құстың етін жегізсе, бала жеңілтек болады, тым ұсақшыл болады деп есептейді. Қазақ халқы қоянның етін жүкті әйелдерге жегізбеген. Егер қоянның етін жесе, бала қоян жырық болып туылады деп осындай наным сенімдерге жатқызады. Қазақ халқы қасқыр тартқан малдың етін жүкті әйелдерге жегізбеген. Егер қасқыр тартқан малдың етін жесе, бала суауыз және жолымыр болып өседі деп
осылай ырымдаған. Қазақ халқында жаңа түскен келін 1 жыл бойы бала көтермей жүрсе, онда нағашы жұртынан бала әкеліп қойнын алып жатып, омырауын ескетеді екен. Сонда бала көтереді деген наным сенімдеріміз бар. Және де ұл бала туамын деген әйелдер өзінің күйеуінің қару-жарақтарын немесе шалбарын жастығына жастанып жатады екен. Ал қыз бала көтеремін деген әйелдер ол алқа моншақ, сырға жүзік және шыт, қызыл ала көйлек осыларды жастығына жастанып жатады. Ертеде бала емізіп отырған әйелдер жалаңбас бала емізбеген. Басына міндетті түрде жаулық салып отыруы шарт. Егер жалаңбас отырып емізсе, басындағы қайызғақ баланың аузына түсіп кетеді. Сондықтан бала туылғаннан кейін басына шығады, немесе тіл алмас болады деп ырымдайды. Қазақ әйелдері босанғаннан кейін 40 күнге дейін қолын суық суға салмаған. Егер қолын суық суға салса, онда туылған бала су жүрек немесе тас бауыр болып өседі деп ырымдаған. Қазақ әйелдері басындағы шәлісін басқа әйелдерге сыйламаған. Егер сыйласа, жау болып кетеміз, немесе басымдағы бағым басқа әйелдерге ауысып кетеді деп ырымдайды. Тек қана ақсамайлы аналар ғана өзінің ұзатқан қыздарына немесе ет жақын туыстарына менің жасымды берсін деп ырымдап сыйға береді екен. Оны алған әйел де көзіндей көріп құрметтеп, оны ешқашан басқа әйелге сыйламаған. Әйел баласы пышақ қайрамайды. Егер пышақ қайраса, ол неке бұзылады, немесе үйде жаңжал шығады, күйеуі талақ етіп тастайды деген ырымдар бар. Ал қыз балаларда пышақ қайрамайды. Егер қыз бала пышақ қайраса, онда соғыс болады, немесе күйеуге шықпай оң босағада отырып қалады деген ырымдарымызда бар. Ертеректе тойы жасалып, ұзатылып кетіп бара жатқан қыздар артына қарамайды. Егер артына қараса, онда неке бұзылады, күйеуімен отаспай үйге қайтып келеді деген ырымдарда бар. Жаңа түскен келін отқа сәлем берген кезде отана, умаяна, жарылқай көр деп тілек тілейді. Қасындағы әйелдер отқа май қойып, алақандарын қыздырып, келіннің бетін сипайды. Ондағысы жаңа түскен келіннің жүзі жылы болсын, дидары ашық болсын, тіл көз тимесін деп ырымдайды екен. Міне қазақ халқының ырым тиымдары қазақы дүние танымның ең үлкен бөлігі. Тәлім тәрбие мектебі. Тек ұлы халық қана ырымдайды деп бізге ырымдаудың жолдарын өздері көрсетіп отырған. Ырымның тылсым құпия құдірет күші бар деп сенген. Тек түйсігі барлар ғана түсінетін бұл өмір заңдылығы екендігі даусыз. Міне осындай ырым тиымдарды, салт дәстүрлерді, жөн жоралғыларды білгілеріңіз келсе, менің Бахаргүл Төлеген атты YouTube каналыма кіріп тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Бахаргүл Төлеген. Назарларыңызға рахмет.